Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздерменен асқабақтан құймақ жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бізге керегі асқабақ, ұн, сүт, су, ашытқы, шекер, жұмыртқа, тұз керек. Бірінші асқабағымызды бөліп, тазалап, қабығынан жақсылап жуып, майда бөлшектерге бөлеміз. Маған осы асқабақтың жартысы жеткілікті болды. Қабығын ашып, тазалағаннан кейін 350 грамм қалды. Сол 350 граммнан шығардым. Сыртын тазалап аламыз. Сосын майда бөлшектерге салып, пісіріп алатын боламыз асқабақты. Жұмсартып. Міне осылай бөліп алып, ыдысымызға салып, бұл жерде 350 грамм асқабаққа 200 грамм су құйып, жақсылап жұмсартып пісіріп алдым. Бір 20 минуттей уақытта пісті бұл. Міне ыстықтай алып, біріншілеп шылап алдым. Содан кейін қалған заттарды салып болғаннан кейін блендерледім. Кеңдей отызға аударып аламыз. Осының үстіне 300 грамм сүтімізді құйдым. Тұзымызды, шекерімізді салдым. Жұмыртқамызды салдым сосын. Ашытқымызды салып, жақсылап бір келкі етіп, блендерлеп алатын боламыз. Бір қалыпқа келді. Енді ұнды үстіне салып, жартысын бір салып көреміз. Жақсылап қозғап, қалған жартысын сосын саламыз. Бірден салсаңыз араластыру қиын болып қалады. Сондықтан да аз-аздан салып, бір қалыпқа келтірдік. Енді осының бетін жақсылап жауып, бұны бір жарты сағатқа тындырып қоямыз көтерілуге. Жарты сағаттың ішінде өте әдемі болып көтеріледі. Бетін пищевой пленкамен жауып, ауа өткізбей алып, жылы күйінде бетін тағы орамалмен жауып қоямыз. Жарты сағат. Міне жарты сағат өтті. Қандай керемет әдемі көтерілген. Енді осыны құймақ пісіретін боламыз. Табамызға салып. Осылай. Кәдімгі құймақтан шамалы қалыңшалау болады, бірақ өте керемет дәмді болып шықты.
Міне біздің құймағымыз да дайын болып қалды. Бұны дастарханға қаймақпен, тәтті әртүрлі тосаптармен ұсынсаңыз болады. Таңғы асқа да жақсы, түскі асқа да керемет жейтін тағам. Сонымен біздің құймағымыз дайын. Сіздермен бірге болған Лейла.